Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қысқаша көбейту формулалары туралы айтатын боламыз. Бірінші жазылып тұрған формуламыз бұл екі өрнектің квадраттарының айырымы. Осы екі өрнектің квадраттарының айырымына бірнеше есеп шығарып көрейік. Мысалға мынандай есеп берілуі мүмкін. Бірінші мысал дейін, x-тің кубы азайту 49x. Бізге айтуы мүмкін, көбейткішке жікте деуі мүмкін. Енді осы екі мүшедегі де бірдей көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жіберем, ол x. Жақшаның ішінде x квадрат қалады, минус 49 тең x квадрат азайту 49 дегеніміз білеміз 7-нің квадраты. Сонда x бірінші жақша ашамын, x квадрат минус 7-нің квадрат деген міне бірінші формулаға келіп тұр. Яғни x азайту 7, x қосу 7. Міне осылай есептейсіздер. Екінші тағы да көбейтінді түрінде жаз дейді. Екінші есепке қараңыздар. 9x квадрат минус 4y квадрат азайту 3x қосу 2y. Қалай көбейтінді түрінде жазуға болады? Бірінші мына бастапқы екі мүшеге қарайтын болсақ, қысқаша көбейту формуласына келетін сияқты. Яғни 9x квадрат минус 4y квадрат бір жақшаға алайын, азайту жақшаны ашайында 3x азайту 2y. Жақшаны ашсам 2y-дің алды плюс болады. Тең. Енді қысқаша көбейту формуласына келіп тұр, түсініп тұрсыздар, 3x минус 2y 3x плюс 2y. Бірінші формуламызға келіп тұр, азайту 3x минус 2y. Мына жақшаның алдында ешқандай көбейткіш жоқ, демек алдында 1 бар деген сөз. Мына 3x минус 2y дегеннен бізде 2 болды. Жақшаны сыртына шығарып жіберем. Ішінде 3x плюс 2y және мына жерде мына жақшаның алдында ешқандай көбейткіш жоқ еді, ол 1 болады. Минус 1. Енді екінші және үшінші формулалар бізде екі өрнектің қосындысының және айырымының квадраттары. Осы есептерге осы формулаларға есептер шығарып көрейік. Бірінші есеп, мысалға 3-тен осы формуланы қолданып қалай есептер шығаруға болады? Мысалға m минус 2-ден 1-дің квадраты дейік. Жалпы балдар, сіздер түсінулеріңіз керек. Бұл формулалар көбейткішке жіктеуде біз білеміз минус 2-ден 1 квадрат деп тұрғаннан кейін тура осындай тағы да бір көпмүше бар деген сөз. Енді осы екеуін квадраттаймын деген сөз. Біз бұрын көбейткен кезде m-ді келесі жақшадағы екі өрнекке де көбейтетін едік. Тура сол сияқты минус 2-ден 1-ді де жақшаның сыртындағы екі өрнекке көбейтетін едік. Енді осыны бізге қысқаша формуланы қолданып шығару үшін бізге қысқаша көбейту формулаларын қолдану керек. Ол үшін мен үшінші формуланы қолданамын. Яғни мынау бірінші өрнек, бұл а-ның орнында тұр. Мына өрнек, бұл в-ның орнында тұр. Сонда а квадрат дейді формулада, яғни m-нің квадраты азайту формуладағы 2 а-ны жаз дейді, оған мен m-ді жазам, көбейту в-ны жаз дейді, в менде 2-ден 1. Қосу 2-ден 1-дің квадраты. Тең. Жауабы m квадрат азайту 2 мен 2 қысқарып кетеді, минус m плюс 4-тен 1 болады. Міне, осылай есептесеңіздер болады. Енді тағы бір мысал көрсетейін. Мысалға өрнекті ықшамда десін. Төртінші есеп. Өрнекті ықшамда.
мысалға 5, 3 минус 5а-ның квадраты, азайту 5, 3а минус 7, 3а плюс 7 тең. Қараңыздар, қысқаша көбейту формуласындағы үшінші формула кездесіп тұр. Мынау бізде жазған бірінші формуламыз. Сонда 5-ті жазып алам, шақшаның ішіне мына формуланы ашамын. Мына формулада қараңыздар, мынау а-ның орнында тұр, мынау в-ның орнында тұр. Сонда а квадрат минус 2av плюс в квадрат дегенді қолдануым керек. Ал қолданайық. Яғни 3-дің квадраты 9, азайту 2 еселенген көбейту 3 көбейту 5а. Қосу 5а-ның квадраты 25а квадрат. Жақшан жабам. Азайту 5 көбейту, міне мынау да а минус в және а плюс в деген формула кеп тұр. Бұл а квадрат, яғни 9а квадрат минус 49 болады. Тең. 5 көбейту, жақшан ішін есептеп алам. 9 азайту 30а плюс 25а квадрат. Минус. Наяқты көбейт кетейін. 45а квадрат минус 49 бен 5-ті көбейтеміз. 45 5-ін жаз 4-ін ойға 24, 245 екен. Тең. Мұнда да көбейтулерді орындауым керек. 45 азайту 30 бен 5-ті көбейтемін. 150а қосу 25 бен 5-ті көбейтуім керек. 125а квадрат азайту 45а квадрат минус 245 тең. Енді арқарай ұқсас қосылғыштарды біріктірейін. 45а мен 125а. Біреу оң таңбалы, біреу теріс таңбалы, азайтылып үлкен таңбасы қойылады. Сонда бұл жерден 80а квадрат шығады. 150а, менде басқа а жоқ, сондықтан 150аның өзін жазамын. 45адан 245 азайтсам, минус 200 шығады. Міне. Берілген мына өрнекті ықшамдасақ, осы түрде жауап шығады екен. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.